сіздерме құрметті әділ қазылар алқасы. Мен Белдеубай Ерали номер 29 орта мектептің 6 сынып оқушысымын. Менің бұл жобаға таңдап алған тақырыбым Көбеш батырдың ерлігі мен тарихи жәдігерлері. Бұл тақырыпты жүйелі зерттеп жүргеніме 2 жыл болды. Менің жоспарым болашақта мықты тарихшы болып, осы тақырыпты жүйелі зерттеп Көбеш батыр жайлы кітап шығару және батырдың ерлігі жайлы қазақ ұлттық энциклопедиясына кіргізгім келеді. Сөйтіп тәуелсіз елінің тарихына тамшыдай болса да үлесімді қоссам деймін. Ал енді зерттеу жұмысына көшейік. Көбеш Айтбайұлы 1802 жылы Өр Алтайда дүниеге келген. Әйгілі Ер Жәнібектің ереуіл жолдасы, Қотырақ батырдың немересі, Керейдің Базарқұл руының белгілі батыр болған. Қазақ халқының бір бөлігін алғаш қазақ жерінен Қытай жеріне бастап көшкен Көбештің атасы Қотырақ батыр болса, Қытай жерінен Монғолияға керейлерді 1968 жылы бастап көшкен Көбеш батыр болып табылады. Көнекөз қария Жанат атамыз Көбеш Айтбайұлының бала кезіндегі батырлығы жөнінде мынандай құнды дерек қалдырған. 13 жастағы Көбеш Бұталы деген жерде қой бағып жүргенде қойына шапқан қасқырды тобылғы қамшымен ұрып өлтірген екен. Сөйтіп, бала батырдың аты тұңғыш елге белгілі болады. Батырдан қалған мұраларының бірі шоқпары. Оны зиратының жанынан алынып, қазіргі кезде Баян-Өлгей аймағының орталық музейіне қойылған екен. Шоқпар қайыңның пошынан селген, ұзындығы 50 см, жалпақтығы 20 см, ені 15 см, салмағы 3,5 кг. Менің болашақтағы жоспарым осы шоқпарды әкеліп тәуелсіз елінің музейіне тапсыру. Ал батырдың атада жалғасқан мөрі бүгінде Баян-Өлгейдің жеріндегі ұрпағы Қорықбас деген кісінің үйінде сақтаулы. Бұл мөр жүзікте байқадам мұрындық Көбеш деген жазуы бар екен. Тағы бір арманым осы мөр жүзікті тәуелсіз еліме әкеліп, Алматы қаласының орталық музейіне тапсырсам деп ойлаймын. Сондай-ақ Шәмелұлы Темірбектің үйінде батырдың күміс белбеуі сақтаулы деген дерек бар. Ал енді зерттеу жұмысымның ғылыми жаңалығына тоқталайын. Көбеш батырдың керейлерді Монғолияға бастап көшкені анықталды. Монғолияға алғаш көш бастаған Көбеш батырдың ескерткіш құлпытасы ғылыми айналымға енгізілді. Көбеш батырдың артынан қалған тарихи жәдігерлері, шоқпары, өзінің таққан тарихи мөр сақинасы, күміс белбеуі, кісені қайда екендігі анықталды. Сонымен қатар Көбеш батырдың немересі Абдрахманның мөр сақинасы Іле ауданы Көкқайнар ауылында сақтаулы тұрғандығы анықталды. Көбеш батырдың Түркия, Германия, Қытай, Монғолия, Қазақстанда тұратын ұрпақтары 2019 жылы Алматы қаласында бас қосып конференция ұйымдастырды. Болашақта егіз шаралар жасауға жоспар құрғаны анықталды. Көбеш батырдың осы уақытқа дейін табылмай келген зираты 2020 жылы табылып, алғаш рет ғылыми айналымға енгізілді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.